Қош келдіңіздер. Бүгін біз көзге көрінбейтін, бірақ тіршіліктің негізі болып табылатын жасуша әлеміне саяхат жасаймыз. Бұл жай ғана құрылым емес, бұл өзара үйлесіп жұмыс істейтін тірі жүйе. Ядро мырза, таныстыруды сізден бастасақ. Қуана, барлық басқару осы жерден басталады. Мен жасушадағы барлық ақпаратты сақтаймын және оның жұмысын басқарамын. Энергия керек пе? Онда мен дайынмын. Міне, жасушаның қуат көзі. Мен қоректік заттарды энергияға айналдырамын. Сол энергиясыз жасуша өмір сүре алмайды. Энергия бар екен, онда ақуыз жасауға кірісейік. Керемет, жұмыс басталды. Мен жасушаға қажетті ақуыздарды құрастырамын. Әр органоидтың өз міндеті бар. Барлығы бірігіп қана тіршілікті қамтамасыз етеді. Енді әр органоидтың қызметін тереңірек қарастырайық.